Sizlerге бүгін вирусы кірмашинал жайлы айтамын. Біз алдымен мына жерін ашамыз. Мынау екіге порошок саламыз. Ал мынаған өзімізге арналған қошеністендіргіш сұйықтық құямыз. Ал мұнда мен ештеме салмаймын. Себебі бұнда салсам жарты порошок осында қалып қояды. Сол себепті мен осы екіншіге саламын. Ал енді жауамызда қалай қосаты туралы айтамыз. Алдымен кірмашинамыз осылай өшіп тұру керек. Одан кейін біз өзіміздің оны керек уақытымызға қойып, содан кейін пауза кнопкасын басамыз. Сол кезінде ол қосылады. Ал егер де сіздердің кірмашиналарыңыз кір жуып болғаннан кейін тоқтаған жағдайда оны қайтадан өшіріп қоямыз. Себебі екінші кір жуған кезде пауза кнопкасын басқан кезінде ол қосылмайды. Сол себепті қайтадан өзіміздің керек уақытымызға қоямыз да пауза кнопкасын басамыз.